Сәлем достар, бүгін сіздермен оңай жасалатын пирог жасаймыз. Видеоны аса лайк басып, жаңадан рецепт жібермеу үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. 3 жұмыртқаға 200 грамм қант қосып, миксерлеп шығамыз. Миксерлеп алып, сұйық май қосамыз. Ұн мен қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алып, 2 ыдысқа бөліп алып, біреуіне қызыл краска қосып араластырамыз. Формамызды майлап алып, видеодағындай көрсетілгендей қылып салып шығамыз. Зубочисткамен немесе таяқшамен алып, видеодағындай қылып сурет салып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз өте дәмді болып шығады. Видеоны аса лайк басып, жаңадан рецепт жібермеу үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Пирогты жасап көріңіздер. Рахмет сіздерге.